Қайырлы таң, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма бәрі? Қайырлы таң. Ұйқыны құюға тура келді ма? Атыраулықтар отыр ғой. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қазір адам саны шамалы жиналсын. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Шүкір. Бүгін Давлатовтың кітабы бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Талисман победителя деген оқығанды шығарсыздар, мүмкін көрген де шығарсыздар, естіген шығарсыздар. Осы кітап бойынша 365 күндік күніне бір таңертеңгілік айтылатын цитата бар. Соныменен жұмыс жасайтын боламыз. Күнде бір цитата қосылып отырады, и сол цитатада постоянно өзіміз неге енгізіп отырамыз, жұмысымызға енгізіп отырамыз, күнделікті қолданып отырамыз. Сол кезде адамның өмірі өзгеріп бастайды. Қалайсыздар? Төсекте жатып көріп жатсыздар ма, тұрып жатсыздар ма? Тұрыңыздар. Төсектен тұрыңыздар. Жатып көрген деген болмайды. Отырмыз. Инстадағы кісілер. Светті сөндіріп қойып, бетін жауып қойып отырған кісілер. Тұрыңыздар. Тұрып кәдімгідей ниеттеніңіздер. Қазір осыдан кейін 20 адамға хутта надежданы жасап жатырмын, соны жалғастырып кететін боламын. Дауыс естілмей жатыр дейді. Менде нормально, қыздар өздеріңе шығар. Қалғандарың естіліп тұр ма? Инстаграм естіліп тұр ма қалғандарыңызға? Хутта надеждада көп терлейді екенсің. Кәдімгідей. Сол терлеп, наверное, 5 шошып, елемеген ғой терді. Терезені ашып тастап жүре берген ғой, сол суықтан еле 5 шошыпты. Енді соны қыздарға алып тастаңдар деп жатыр. Каналмен. Білесіздер, таңның құдіретін білесіздер. Таңды қалай бастасаң, күнің солай болады. Таң атпай біреумен ұрсып қалсаң, кешке дейін ұрсып жүресің. Әйтеуір бірдеңе табылады, әйтеуір бір қырсықтық табылады, Екені өзің оны өзіңнің іс-әрекетіңмен, көңіл күйіңмен шақырып алдың. Ал енді таңды бір жақсы ойменен, жақсы намерение дейді ғой, ниетпенен бастасаң, онда өте продуктивный болады, күнің өте күшті болады. Бірінен соң бірі өзі Алла тағала алдыңа әкеліп тұрады. Сол сияқты таңды осындай терапиядан бастаймыз. Күні бойы жаңағы энергия болсын деген ниетпенен жасап жатыр. Сағат түнде 10-да ұйықтаңыздар. Кім ұйқысы келеді сағат, если сможет, 9-да ұйықтаңыздар.
таңғы 4-те тұрып, сағат 7-ге дейін осылай терапия өтеміз. Бірінші сіздерге өтемін, содан кейін ары қарай Худда Надежданы алатын шәкірттерім бар. Соларға өтемін, сонда сағат 7 болады. Сіздерді 7-ге дейін ұстамаймын, где-то 1-1,5 сағаттың көлемінде бітіреміз. Ал енді қош келдіңіздер, қосылғандар қосыла жатады. Бүгінгі күннің тақырыбы, яғни бүгінгі күннің цитатасы, бізді бай ететін, біздің алғанымыз емес, бергеніміз. Күнделікті сіз қаншалықты адамға жақсылық жасайсыз, қаншалықты адамға бересіз, сол сізді бай етеді. На жерде дейді, нас делает богатым то, что мы отдаем, а не то, что берем. Если ты продаешь еду, старайся накормить как можно большее количество людей. Тамақ сататын болсаң, көп адамды тамақтандыруға тырыс дейді. Если продаешь одежду, старайся одеть как можно большее количество людей. Киім сататын болсаң, көп адамды киіндіруге тырыс дейді. Келген клиентпен жақсы сөйлес деген сөз ғой. Іші бауырына кіріп, мынау ше. Бізде сатқан кезде не істейміз? Алсаң ал, алмасаң ғой. Осылай тұрасың ғой, айтпасаң да осылай тұрасың. Содан кейін кетіп қалады, кеткеннен кейін, потому что ол бизнес сенікі емес. Бизнес сенікі болмаса да, сен күніңді көрейін деп бардың ғой сол жерге. Сен адал істе сол істі. Біреуге сатушысыз ба, біреудің жаңағыдай бір попросить еткен несіз ба, сол ісіңізді адал істеңіз, уақытша болса да. Бәрін бай адамға киімін тауып беріп, көңілінен шығып, солай жасаңыз. И тамақ неткен кезде, мынаны жесеңіз болады, мынау керемет, мынау дәмді деген сияқты. Старайся больше отдавать, чтобы как можно большему количеству людей нравилось то, что ты предлагаешь. Сенің предлагать етіп жатқаның, ұсынып жатқаның көп адамдарға ұнатуға тырыс дейді. И көп адамдарға бер дейді. Даже сен ештеңе сатпасаң да, үйде жүргенде махаббатыңды бере берші. Просто махаббатыңды бере бер. Просто жақсы сөзіңді бере бер. Просто жақсы сөйлей бер. А біз махаббатты да бере алмаймыз ғой, қатып қалғанбыз ғой. Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Қатып қалғанбыз ғой, махаббатты да бере алмаймыз. Үйге келіп кетіп жатқан адамға бүйтіп жырайып қарап отырамыз. Сосын айтамыз, жоқ, мен жақтыртпаған жоқпын, нормально отырдым. Өздері сөйтіп ойлаған ғой дейміз, шекеміз тырысып отыр. Өмір мойындамаймыз, настроение болмаған. А вот соны, дәл солай дейді. Соны үйіңе келген адамға, жаным, келдің ба? Мама қалай, папа қалай? Бала келсе де, абысының келсе де, келінің келсе, жаным қалың қалай, денсаулығың жақсы ма? Кел екеуміз жақсылап шай ішейік. Осылай, саламатсыз ба ұстаз дейді, қайырлы таң ұстаз дейді, қайырлы таң қалдарыңыз қалай. Осылайша адамдарға беріп отырсаңыздар, онда сіздерде беретін нәрсе пайда болады. Сіздер ойлайтын шығарсыз, мен үйде отырып не беремін деп ше. Даже сол шайыңды құйып беріп отқан шайыңды бір жақсы көңіл күймен беріңіз. Жасап жатқан тамағыңды жақсы көңіл күймен жасаңыз. Сол кезде сізге пайда болады да. Көңіл күйіңізді көтеру ғой. Беру, отдавай. Анау ақшасын тығып жүрген күйеуіңіз ақшасын әкеп береді. Ақша бергісі келмей жүрген балаңыз ақшасын әкеп береді. Ана тырысып жүрген келініңіздің несі дұрысталады. Күйеуіне айтады, мамаға ақша берсей деп. Міне солайды табуға болады. Көбілеріңіз ана күйеудің баланың несіне тапқан ақшасына қарап отырсыздар, Ал сол ақшаны өздеріңіз табуға болады ғой. Жертва состояниеде отырсыздар. Соны өздеріңіз табуға болады. Каким образом? Осылайша елге жақсылық жасасаңыз, барған жеріңізді күліп, жадырап, деп жүрсеңіз, сізді нетіп қалады, есінде сақтап қалады. Мен даже бір жерге саудаға барған кезде ойнап, жаңағы кісімен әзілдеп сөйтіп кетем да.
любой адамменен тамақ ішіп отырсам да официанттарменен мына тамақ жоқ екен мынау не десе не бар сонда өздеріңде ратуш бер кел не бар не жоқ соны айтып ал сосын кейін барып заказ беремін деп нетіп отырамын да ойнап отырамын да. Любой жерде күліп ойнап отырсаңыз сізге адамдар тартылады. Барғаннан сәлематсыз ба, келіп тұрыңыз қай қала болса сөйтеді. Керіліп бірдеңелерді беріп жаңа сөйтіп жүреді. Почему? Потому что сен тартып тұрсың адамды. Вот сондай беріңіздер, беруге тырысыңыздар. Менің күйеу балам берсе ұрысады, қызыма всем помогаешь деп қалай соны өзгертсе болады. Келіп оқыңыз, обучение алыңыз, көресіз қалай тазарғанын. Бүкіл полисін тазартып тастайсыз. Бұндай адамдар болады. Ол жадность дейді. Жадный адамдар айлығын санап отырады. Жадный адамдар никогда байымайды, естеріңізде болсын. Каждый алған нәрсесіне қалтырап, бүйтіп, скидканы іздеп, бүйтіп жүрген адамдар никогда байымайды. Жадный адамдар. Сондықтан беріп тұтау. Не ставь никогда деньги главной целью. Твоей целью должно стать то, что ты можешь отдавать миру. Мен сіздерге постоянно айтамын ғой. Ақшаны целге қоймаңыздар. Ақша дей бермеңіздер. Беріңіздер. Не бер аласыз мына әлемге, беріңіз. Мен шәкірттерім біледі, мен көп нәрсені былай таратып жүретін адаммын. Былай таратып жүремін. Мотивация болсын деймін, әйтеуір құрбан айт деймін, 8 март деймін, тағы бірдеңе тауып аламын да. Тіпті болмаса түйсіктен кейін бер деген. Балдырған ханым, сіз көрінбей тұрсың, даусын естіліп тұр дейді. Осы цитаттаны жіберіңіз. Чатқа жіберіп. Енді осы көңіл күйде күні бойы жүреміз. Өзімізде не бар береміз. Нан мен майдан басқа түк жоқ деп жынданып отқан шығарсыздар іштеріңізде. Беріңіздер сол нан мен майды. Беріңіздер сол нан мен майыңыз сол торт бергендей болады да. Торттан гөрі сол нан мен май полезно болады. Вот сондай болады. И вот көресіздер, күнде осыны етіңіздерші өмірге, өздеріңізге. Қазірден бастап мейірім беріңіз, махаббат беріңіз. Сатушысыз ба, беріңіз. Мынаны көріңіз, мынаны алыңыз. Тегін беріп жүрмейсің ғой, естественно. Беріңіз, көріңіз. Егер сол сауданың иесісіз ба, сол бизнесті иесісіз ба, скидкасын былай жасап бере салыңыз. Болмаса бірге бірдеңе беріп жүріңіз. Беріңіз, Алла тағала мына жақта үйіп төгіп береді. Жүрген жерінде подарка жасап жүріңіз. Мен бұрын андай адам тұғым, қалтамда бір соңғы 20 теңге тұрса, соған подарка жасап жүреді. Түйзеттім. 20 теңге тұрса, подарка жасап жүреді. Барған жеріне подарка апарған жақсы көреді. Подарка алуға уақытым жоқ болып, кешені аяқ астын ететін болсам, мен сол жаққа барған кезде алып беремін. Болмаса ақша беріп қуантып қоямын балаларды, болсын басқаны болсын. Почему? Потому что олар қуанған сайын, олар рахмет айтқан сайын сенің берекең көтеріледі да, ырыс берекең көтеріледі. Сондай дүние. Поэтому көбіне сол мен бергенді жақсы көремін. Өзі бұрыннан, баяғыдан, кеше мысалы Шымкентте қаншама скидка жасап жүрмін ше. Бір-екі адамда диагнозы жоқ, нормальный адамдар, бірақ ана қыз баланың оқимын деп тұрған ынтасына қарай, 16 жастағы қызды мамасымен бірге оқытып жүрмін. Негізі ондай нәрсе болмайды ғой. Екеуі де дені сау, екеуі де бөлек-бөлек оқу керек, бірақ сонда көп нәрседе скидка жасап жүрмін. Көп адамдарға скидка жасап жүрмін, бірақ өздері ақша таба алмайды. Сондай дүние көп болады. Неге? Потому что бұл секретті мен бұрыннан қолданамын да. Бұрыннан қолданамын. Үйге келген адамға андай нелерді, келмей тұрған бір бәлелерді бермеймін. Мен әдемі нәрсе сатып алып қоямын. Әдемі нәрсе. Кәдімгі
Енді естілді ма? Естілді ма? Естілді ма? Әлі естілмей тұр ма? Естілмей тұр ма? Естіліп тұр ма? Жазыңыздар. Естілді ма? Все. Гүлнара, өзің жазып отыршы, естілді, естілмеді деп. Вот сондай дүние. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма? Жасау оңай ма? Осыны жасау оңай ма? Күнделікті мейірім төгіп жүру оңай ма? Күнделікті жасап жатқан дүниеңді екі есе жақсы ықыласпен жасау оңай ма? Оңай. Оңай, иә? Мынандай ғой, мен сіздерді сөйлетуге тырысамын да, зумда отырған кісілер микрофонды қосып, әрқайсыңыз сөйлеңіздер, дауыс чакрасы ашылады. Сіздер үндемейсіздер. Біреу айтып қаларды, бүйтіп қарауды, кім айтып қаларды, бүйтіп қарап отырасыздар. Дауысты қосып жіберіңіз да, айтыңыздар. Мына Давлатовтың несі, ертең мен ұлымды лагерьге жіберейін деп жатырмын, осы Давлатовтың несіне, Ыстықкөлге. 1 жылдық несін алып оқып жатыр. Сонда бұл кісінің несі, байқағаным, адамды ашу. Мен де постоянно айтамын осыларға, сөйлеңіздер, экранның алдында сөйлеп үйреніңіздер, экранға шығып үйреніңіздер деп. Вот сол сөйлеу адамды ашу. Адамна тамақ чакрасын ашпайынша, ол тығыла береді сол. Көбілеріңіз беттерін жауып алып отырсыздар қазір. Потому что төсекте жатырсыздар да. Төсекте жатырсыздар, потому что. Ол деген нені білдіреді? Әлі сіздер ояу еместер, просто для галочки отырсыздар, для галочки отырсыздар. Поэтому нетіңіздер. Өздеріңізді зорлап тұрғызыңыздар. Че думайте, маған оңай дейсіз ба? 3:30-да тұрып алып, күні бойы жүрем, кешке дейін жүрем айтамын. Бірақ мен өзімнің жұмысымды атқарып жатырмын да. Мен от души таң атпаймын да беріп жатырмын да. От души таң атпай беріп жатырмын. Осы бергеннен кешке дейін беремін. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Амин. Өзіңнің Алла қуат берсін сізге. Тәтелер тос айтпаймыз, сіздерге бірден айтса тос айтасыздар. Айтсаңыздаршы, менде осындай кәсіп бар, мен қалай берейін деп сұрасаңыздаршы. Менде болмаса кәсіп жоқ, мен не істейін деп сұрасаңыздаршы. Бізде қазаққа сөз беретін болсаң, жаңағы батасын береді, болды, тос айтып кетеді, бірінікін бірі қайталады. Я, рахмет, мен қабылдаймын баталарыңызды. Бірақ мәселе бұда емес, мәселе мен сіздерден жаңағыдай тос сұрау, не құттықтау, бірдеңе баталарыңызды беріңіздер. Бірақ чатта не деп жазыңдар. Бірақ мына жерге келген кезде маған тос айтпаңыздар, тойда айтатын тостарыңызды. Маған әңгімелеріңізді айтыңыздар, іштеріңізде не бүгіліп жатыр, соны айтыңыздар. Бұл жерге тос айтуға келіп отқан жоқсыздар сіздер. Ренжімеңіздер. Понимаете? Бір нетіп алған сөздеріңіз бар, Алла разы болсын. Рахмет. Өзіңнің ішіңде не болып жатыр, күйіңде не болып жатыр? Қазір осыны естіген кезде қандай күйде отырсың? Қандай нәрсе оянып жатыр? Мазасыздық па, рахат сезім ба? Болмаса бір жаңағы ішіңізде бір жаңа нәрсе оянып жатыр ма? Болмаса бұны бәрібір білеміз ғой, неменеге айтып отыр деген ой кетіп жатыр ма? Вот мен не бере аламын деген ой кетіп жатыр ма? Соны айтыңыздар маған. Микрофонды қосыңыздар да айтыңыздар қазір. Мұғалімін күнде береміз дейді. Қалай бересің? Именно мұғалімдерді білем ғой қалай беретінін. Қалай бересің? Бір сабаққа барғанда жынданып барасың, екінші сабаққа барғанда әйтеуір нормально болып барасың, үшінші сабаққа барғанда үйіңе кеткің деп отырады. Солай отырады ғой мұғалімдер. Қалай беріп жатсың? Бүкіл жан ынта-шынтаңды салып, 45 минуттың қалай өткенін білмей қалып жатсың ба, әлде әр баламен ұрысып отырсың ба? Ол да сондай. Иә, мұғалім береді, бірақ сен қалай беріп жатсың? Неяқтан завучтан сөз естіп барып нетіп жатсың ба? Болмаса былай ма? Мен өмір бойы мейіріммен жүрген мұғалімді көрген жоқпын. Шыны керек ше. Опыт показывает. Потому что мұғалімде нагрузка көп та. Егер шынменен, шын жылы сөзбен мейіріммен беретін болсаңыз, молодецсіз. Бірақ опыт показывает не солай.
Почему? Потому что мұғалімнің өзінің не зарплатасы дұрыс емес, не үйінде семьясы жағындай жағдай. Вот сондай. Адамның ішкі күйі все равно передается. Сенің отбасыңда жағдай дұрыс болмаса, сен ана балаларға барып мейірім төге алмайсың. Мына жақта күйеумен ұрысқаның тұрады, мына жақта баланың жолы болмағаны тұрады, еріншек тұрасың, и вот сол передается. Понимаете? Одан кейін мектепте жаңа ата-анамен ұрысқаның, баламен ұрысқаның келіп, балаға передается. Мен оны бәленбай жыл өткен адаммын ше. Поэтому мұғалімдер не істейді? Жылдың соңында кетем жұмыстан, кетем мен, кетем. Келесі жыл келмеймін, басқа жұмысқа барамын деп кетеміз. Келесі жыл августте қайтып келеміз. Ешқайда кете алмайсың өйткені. Потому что ана сол жерден кетсең аштан өлетін сияқты боласың. Вот сондай немен жүретін мұғалімдер көбісі, бәрі демеймін, көбісі. Адамдарда шынайылық жоқ, қой бетіңе күліп тұрып, сыртыңнан әңгімені көп айтады дейді. Мен қазір жұмыстамын, балаларды құшақтап оятамын, түгел бәрін алдын бір-біріне қарап, бір-біріне былай дейді. Молодец, балаларды құшақтап оятамын дейді, молодец. Мынандай ғой, жұмыста қалай жүрсіз? Бибігүл, жұмыста қалай жүрсіз? Жұмыста настроениеңіз қалай? Егер жұмыста ұрысып келіп баланы құшақтайтын болсаңыз, ол дұрыс нәрсе емес. Бірінші өзіңіз тазарып алыңыз, энергияңыз нашар болып тұрады да. Біреумен бүйтіп ашуланып келіп баланы құшақтасаңыз, это передается. Ал енді кәдімгідей неменен болатын болсаңыз, көңіл күйіңіз керемет болатын болса, онда тамаша, күшті. Молодец. Қандай жұмыс істейсіз, Бибігүл? Қандай жұмыс істейсіз? Жұмыста не беріп жатырсыз адамдарға? Не беріп жатырсыз? Детдом. Балалар, сол детдомның балаларын құшақтап оятасыз, иә? Тамаша, күшті. Күшті, молодец. Ол сол. Саламатсыздар ма? Қандай сұрағыңыз бар? Инстаграмда естідіңіз ғой енді, қандай сұрағыңыз бар? Не істеу керек екен, естідіңіз ғой? Не бересіз? Не бересіз? Мына әлемге не бересіз? Мен де жүрген жерімде көңіл жүруге тырысамын. Кісілермен жақсы араласам, маған жақсы қарайды. Кейбір клиенттер маған рахметтерін істеуді, жолдастарым көп, былай, пока. Білмейсің ғой, енді разные. Бірақ олай жаман қатынаста деп айтпаймын. Жақсы, тамаша, тамаша. Енді соны екі еселеп беріңіз. Екі еселеп бергенде басқаша не кетеді. Тағы да кімде қандай? Жасаңыздар болады. Кім не бере алып жатыр? Айналадағы адамдармен жақсы болсын, адамдар өзінің құнын түседі ғой, қызметшіде болай. Мен сыртының жанында біреулер не алып болса, көп болысып шығады екен. Соны айтады, сіздің неңіз бар, сізге бәрі болысып шығады ғой дейді. Тамаша. 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 Мейірім махаббат дейді, иә, мейірім махаббат. Тамаша, тағы кім не беріп жатыр? Бүгіннен бастап осы беруді неге айналдырамыз? Күнделікті өмірге айналдырамыз. Оңай ма екен? Жақсы ой. Қазақтың есі бұрынғы есі сол ғой. Оңай, иә? Беру жаңағы махаббатпен беру. Мына жерде беру керек екен деп айтты деп, әйтеуір через не хочу жасау емес. Бірінші кезде через не хочу болып қалуы мүмкін. Ой, әйтеуір осы деп ше. Өйткені менен қарсыласады ғой. Мен қарсыласады. Одан кейін ақырындап күнделікті жаңағындай сіздерде ол неге кіреді? Күнделікті рационға кіреді. Күнде жасау. Ондай жағдайды болады ғой. Иә. Бір сақынсы да қазір ренжіп бару керек. Или болмаса бермесең қазір ол берді, мен бермесең қазір айтады деп солай істейтін еді ғой шынында. Иә. Маска киіп алатынбыз, иә? Көбіне маскамен жүретінбіз. Қой өтірік үйден ұрысып шығасың күйеуіңменен жынданып.
барған кезде масканы киіп аласың, бізде бәрі жақсы болып көрсетуге тырысасың. Ол да бір андай бір жақсы болып бетіне. Соны шынымен жасауға болады ғой соны. Елге маска жасамай, иә? Менің де оң құлағым ауырып отыр, ол не екен дейді. Ол оң құлақ деген ер адам жоқ қой негізі. Не естігіңіз келмейді? Ер адам туралы не естігіңіз келмейді? Обучениеден кейін өзімнің іс-әрекетімді көп контрольға алып кеттім. Қызыммен хабарласқанда да айналаны обсуждать етпеуге тырысамын. Тамаша, Бибігүл, молодец. Міне, осылай өзгереді. Қай қаладансыз, Бибігүл? Қай қаладансыз? Шымкент. Менің шәкірттерім солай өзгеру керек негізі. И содан кейін уже көп жаңағы негативті көрмейтін боласыздар. Біреу бірдеңе айтып жатса тоже елемейтін боласыздар. Сондай жағдайға жетесіздер. Постоянно бүгін мен не бере аламын? Мына әлемге не бере аламын? Гүлді суарыңыз, беріңіз, иә? Махаббатыңызды беріңіз, жапырағын сүртіңіз, үйдің ішін жинап шығыңыз, мейірім, махаббатпен. Далаға шығып, бір баланың қолына бір кәмпит ұстатып кетіңіз, беріңіз, беріп үйреніңіз. Күнде бір күн ғана істеп, ертеңіне жоқ қылып отырмаңыз, күнде осыны етесіз. Ертең екіншісін айтамын, екіншісін кіргізесіздер содан кейін. Түсінікті ма? Дауыс жоқ. Тағы да дауыс жоқ болып кетті ма? Не болып кетті? Инстаграм түгел зумға кіресіздер ау осы. Дауыс жоқ болып жатса. Так, қазір енді ақырында орнымыздан тұрамыз. Дауыс бар дейді. Аха. Гүлді күніне қараймын, мен сүйемін гүлді дейді. Аха. Бар дейді. Жақсы, орнымыздан тұрамыз. Газ терапияға кірісеміз. Орнымыздан тұрамыз. Уже хутта терапия ма? Сәлеметсіз бе? Хутта вераны ашамын. Орнымыздан тұрамыз. Көзімізді жұмып, орнымыздан тұрып аламыз. Запроспен кіріңіздер. Запрос тазару болсын. Тазару болған кезде сіздерде барлық болады. Бүкіл жамандықтан тазарған кезде адамның жолы ашылып бастайды. Мен көрінбеймін, мен сөйлемеймін, мен сіздерге канал жіберіп отырамын. Кеттік. Микрофонды қоспаймыз, Балқия. Микрофонды қосып, қайдасыз, қайда кеттіңіз деген әңгімені айтпаңыздар. Сосын инстаграмдағы қазір беттерін жауып тастаймын. Не болды, неге жауып тастадыңыз деген әңгімені тоже айтпаңыздар, хорошо? Потому что мен каналды жіберіп тұрамын сіздерге. Кеттік. Канал ашылды.
ақырындап көзді ашамыз, орнымызға отырамыз. Қалайсыздар? Настроение қалай? Не болды? Жазыңыздар, айтыңыздар, тез. Енді қалдым, 2 күн тұрдым. Тамаша. Тағы да? Шай қалдыңыздар, терледіңіздер, тағы басқа не болды? Айрытам, тебірек, денеміз қызы. Миыма бірдеңе сұғып алғандай болды. Тамаша, кекірдім дейді. Қайырлы таң. Мен басында қатты жөтелдім. Бір жөтелім бар еді. Сол қайтып қалды. Уақыт тез жеңіл өтті дейді. Тамаша. Настроение жақсы дейді. Тамаша. Тағы да кімде қалай болды? Теп жеңілмін, шайқалдым дейді. Тамаша, супер. Керемет, көз алдыма әкем мен оның әкесі келді дейді. Тамаша. Балдырған ханым бірінші күні қатты әсер етіп еді ғой. Или бойымыз үйренді ма, білмеймін, жаңағы бойымыз или постепенно адаптациядан өтіп жатыр ма, білмеймін. Ана бірінші күні вообще теріледі, су болып кетіледі. Екінші күні жыладық, бүгін сол терлеу. Тамаша, супер. Күнде сондай бола береді деген сөз жоқ. Музыкалық ұйықтатып жіберді. Осының алдындағы музыка мықты еді, энергия береді дейді. Келесіде соны қоямын. Хорошо. Бұл ақшаны көтеретін не ғой? Ақшаға ұйықтап жатсыз ғой, значит. Бізде музыка болмайды ғой? Сіздерде естілмейді музыка. Бойымнан суық шықты, жылытып, екі қабырғасы асты, кішкене ауырды. Өте жақсы болдым, көкірегім ашылған сияқты. Соға тамаша екен, маған ұнады. Сол жақ аяғым ауырды, көк жерге ауырды, қатты көзім жасаурап тұрдым. Бірінші чакрам ашылды дейді. Тамаша. Қайдан білдіңіз бірінші чакраның ашылғанын? Спираль секілді билеп кеттім дейді. Теңселіп тұрдым, асқазаным ауырып тұр еді, қойды. Оң қолым ауырып тұрды, есіне бердім. Денем тітіркенді, шашымды қисам ба деп ойланып жүрдім. Сол шашым келді ойыма өсіру керек деп дейді. Жаным, басымның жартысы жыбырлады дейді. Музыка естілмей қалды. Білінбеді, сезбедім дейді. Нормально. Қайырлы күн, шайқалдым, көзімнен жасықты, жеңілдім. Жеңілдедім ба? Жақсы, рахмет, терледім, аяғым ұйып қалды дейді. Толқын сезгендей болды, жүрегім аузыма тығылды, менің кішкене көзімнен жас шықты, суық тер шықты, оң жақ аяғым ауырды. Қатты шайқалдым, осы жол терлемедім, жеңіл болдым, рахмет. Қолым ісініп тұрғандай болды, арқам қышыды дейді. Асқазанға қолым тартыла берді дейді. Бүгін сіздерге өзі диагностика жасап, сканер жасап, диагностика жасайтын каналды аштым Фотоверадан. Және ол өзі сканер жасайды, диагностика жасайды, сіздерге информацияны алып жиіліктерге жібереді, и сол жиіліктер келіп сіздерге ашылады. Сізге керек канал ашылады деген сөз. Соны жиі аштым, и сосын ақшаны аштым. Жақсы демалдым, жеп-жеңіл болып қалдым, бар бойымдағы ауыртпашылық жібергенде әсер болдым, жеңілдедім, кекіру ерекше болды, музыка естілмей тұрды. Музыка сөндірдім ғой мен, оң жақ иығым қолым ауыртты дейді. Қатты еш нәрсе сезбедім, неге дейді, это нормально. Бұрынғы өтіп кеткен жағдайлар келді дейді, жеңілдедім дейді. Рахмет, сізге бақытты болыңыз, басым ауырып, жыладым, шайқалдым дейді. Әр адамда әртүрлі болады, бәрің бірдей сондай сезіп кетесің деген сөз емес қой, Назия. Жүректі аш деген белгі келді дейді. Тамаша. Тамаша, осындай белгілер кімге келді? Әркімде әртүрлі болады. Сондықтан аналар сезіп жатыр, мен неге сезбеймін деп өзіңіз нетпеңіз. Просто сізге көп тұра беру керек. Адам жаңағы ретке кезде
көп жерде жабық кезде адам көп нәрсені сезбейді. Сосын мынандай адамдар бар. Маған ешкім ештеңе істей алмайды, маған ешкімнің әлі келмейді деген адамдар бар. Мұндай адамдар көп ашпа қоймайды. Вот сол жаңағы тәкаппарлықтан арылу керек болады. Көбіне тәкаппарлығына жүрегіне тұрады. Айттым ғой ана миың сигнал беріп қоясың, маған ешкім тиісе алмайды, ешкім нәрсені сезбеймін деген сол сигнал өнекте тұрады. Жүрекпен ашылуыңыз керек. Мен осы терапияны барынша мейлінше қабылдаймын, ашыламыз. Қабылдаймын, маған керек, мен рұқсат беремін. Көп нәрсеге кейде рұқсат бермейтін адамдар да болады. Ананы болмайды, мынаны болмайды деген адамдар да болады. Бірдеңеге ілігіп кетемін, бірдеңені жұқтырып аламын дейтін адамдар да қорқыныш болған кезде сондай болуы мүмкін. Сондай десем екен. Сұрақ бар ма? Жүректі аш деген белгі келсе, жүрегіңізді ашыңыз. Значит, көп нәрсеге ашық емес шығарсыз. Өзіңіз ойлайсыз, мен бүкіліне ашық білмеймін деп. Но на самом деле это не так болуы мүмкін да. Адам өзінің нелерін, кемістігін білмейді ғой. Анау қырсықтық, эго басып кетеді да. Кеше терапия жасағанда кім бар ма? Әсел бар ма Таразда? Құтты Надежданы жасадық қой. Сол кезде айтып жатыр да, бәрі өзімнен екен ғой дейді. Бәрі өзімнен екен ғой дейді. Бәрі қырсығып қаламыз ер азаматқа дейді. Айтқанмен жүргіміз келмей қалады. Сондайдан табады екенбіз ғой өзіміз дейді. Басында күйеуіне ренжіп келген, артынан өзінің қателігін түсініп жатыр деген сияқты. Суретті қоса әсер береді екен. Кеше сурет қойғанын қызымның мама жақсы болғым дейді. Қастарыңызға жаңағы ойыңыздағы адамды қойып қойыңыз. Мынау солды. Мен мысалы сіздерге аштым, мына жерде бүкіл өзімнің семьям ашып қойдым мысалы. Өзімде тұрдым. Вот сондай. Мынадан бері мойным бұрылтпай сөйтіп отырған тұғым кішкене жеңілдеп келатқан сияқты. Потому что кешегі неден терледік қой, Құтты Надежданың шылқып терледім. Круглосуточно терлеп жүрдім. Сонда мен терге шыдамаймын, терезені ашып тастайтын адам. Түнде жатқан терезе ашып жатыр. Кеше жезқазғаннан келе жатқанда терезе бірыңғай ашық тұрды, 2-3 полкада жатты. Вот сол, видимо, ұстады, мына жерден 5 шошыпты. Жаңа өзім шәкірттерім айтадым, тартып алып тастаңыздаршы, бесті деп жатырмын да. Ақырындап жеңілдеген сияқты бүгінгі терапиядан. Қазір көреміз еді неге қалауға. Бұл не үшін шошығанын, не нәрсені білдіртіп жатыр, мен сұрап уже бұның несін жасадым, трансформациясын жасадым. Мынау бес жерін шошып тұрған жоқ, маған бірдеңені айтып тұр. Алла тағала маған осы без арқылы бірдеңені айтып тұр. Мен соны трансформациясын жасадым жаңа. Енді ары қарай ем жүру керек. Трансформациясын жасап, бұл не үшін келгенін, не үшін сізге Алла тағала не айтқысы келіп тұрғанын түсінген кезде, бұл уже екінші қайталанбайды. Вот сондай дүние. Енді осыны қолмен ұстай берме дейді, қолмен қайтадан ұстап отырса, маған түйсіктен келгенде қолмен ұстай берме деп келіп тұр. Мана да сөйтіп тұрған, қолмен ұстай берме дейді. Ана менің бір жаман жерім, бір нені қолмен ұстай беретін жаңа. Вот сондай дүние. Поэтому қай жеріңіз ауырады? Көшеде біреу құлап жатыр ма? Көзіңізше біреу талып ауырып жатыр ма? Алла тағала маған не айтып тұрсың бұл арқылы? Мына осы адам арқылы не айтып тұрсың? Деген сұрақ болу керек. Анау ғой деп өтіп кетпей. Это белгі да, белгі. Сол белгіні оқып жүріңіз керек. Күйеуің таң атпай жынданып бірдеңені айғайлап айтып жатыр ма? Это белгі. Не нәрсені дұрыс жасамай тұрсың. Құлағын қойды, қақсап тұр еді. Потому что сіздерге керекті каналды аштым. Әрқайсыңызды сканер жасайды, диагностика жасайды, сізге не керек болып тұр, соны жасап береді. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма? Бүгінгі күннің цитатасы түсінікті болды ма сіздерге? Бүгінгі күннің цитатасы түсінікті болды ма? Бір оқып жүрейін, я? Нас делает богатым то, что мы отдаем, а не то, что берем. Біздің алғанымыз емес, бергеніміз байлық. Байлық бізді байытады екен, я? Если ты продаешь еду, дейді,
Старайся накормить как можно большее количество людей. Көп адамды бүкіл мейірім махаббатпен күліп деп тұрған адамнан алғың келеді ғой. Қабағын түйіп бүйтіп тұрған адамнан алғың келмейді, иә? Вот, солай бүкіл мейірім махаббатыңды бер. Көп адамға өз қолыңмен тамақ салып беруге тырыс. Үйде болсын, басқа жерде болсын, мысалы, общепитта жасайтын кісілер болсын бәрібір. Если ты продаешь одежду, старайся одеть как можно большее количество людей. Мынаны киіп көріңіз. О, қандай әдемісіз. Қыз жібек болып кеттіңіз ғой. Мынаны киіп көріңіз. О, жігітіңіз ғашық болып қалдыңыз ғой. Мен біреу киім киіп тұра ма? Мен соған мақтап кетемін. Жігітіңіз танымай қалатын. Осыны алыңызшы. Отвечаю деп кетемін. Деп мәз болып қалады да. Любой жерде алтын тағып тұрады ма? Мен айтамын, қандай күшті. Мынаны тағып өзім анаған алтын таңдап кетемін. Мынаны тағып көріңізші, мынау күшті келетін сияқты сізге. Сөйтіп, бүкіл махаббатыңызды беріңіз. Даже автобуспен келе жатсыз ба, жынданып тылсып бүйтіп тұрмай беріңіз. Шамалы өзі жақсы үлкен адам келіп тұрмай, орын бере салыңыз. Ертең таңдап өсіп. Күнде таңдап от, жаным. Старайся больше отдавать, чтобы как можно большему количеству людей нравилось то, что ты предлагаешь. Не ставь никогда деньги главной целью. Твоей целью должно стать то, что ты можешь отдавать миру. Менде де бар солай дейді, молодец, солай әдетіңді жаса. Міне, никогда ананы сатып жүрсе маған ақша келеді екен, мынаны сатып жүрсе маған жаңа бонусын көбейеді екен емес, от души сол адам бірдеңе шығарса екен, от души сол адам нетсе екен, үйреніп алса екен деген болу керек та. Мен не үшін сіздерге ұйқымды қиып таң атпай осындай жұмыс жасап отырмын. Мысалы, өздеріңіз ойлаңыздаршы, мен шәкірттерім отыр, жаңағы шәкірт емес кісілер отыр. Не үшін отырмын осы жерде? Ұйқымды қиып жатпаймын ба? Келетін адам келеді, өзі оқитын адам оқиды. Не үшін жасап отырмын? Хочу больше отдавать. Понимаете? Көп адам түсінсе екен, көп адам білсе екен, көп адам үйренсе екен деген ниетпен. Ал көп адам үйренеді ма? Біздің Қазақстанда қаншама адам осознанностьқа келеді, қаншама адамның үлкен жол ашылады. Оған себепкер біз. Содан не болады? Себепкер болған кезде сауап жасалады. Алланың алдына барған кезде былай барасың да, Аллахым, мен осындай шаруа жасадым. Бір қателігіңді осы жасаған шаруаң жуып жібереді ғой. Көшеге шыққанда мұсапыр адамдарға бір-екі кісіге тамақ алып беремін дейді. Мұсапыр адамдар, былай қарағанда, мұсапыр адамдар өздері жасайды ғой, сол таңдауды өздері жасайды да. Солардың ішінде бір керемет ғалым отырады, солардың ішінде бір керемет жақсы адам отырады да. Сауабы тиеді. Бірақ өмірді өздері, адам өзін-өзі мұсапыр қылады. Сол мұсапыр адам күндердің бір күні бір жақсы, бір осознанность келген кезде миы қосылып кетіп, жақсы адам болып шыға келуі мүмкін. Мен істеп жүрмін деген осознанность келуі мүмкін. Сондай адамдарға золотой шәкірттер, білесіздер, не қою керек екен? Айтайын деп жатырмын ғой. Білесіздер. Не қою керек екен білесіздер, иә? Сондай адамдарға қойып кетіңіздер. Кеше кім айтады, Жаңылхан айтады Астанада. Бір үйдің қасында бір не бар тұғын дейді. Жаңылхан айтып беріңізші, бірақ каналдың атын айтпаңыз. Не істедіңіз үйдің қасында болмыздар нететін, күнелтетін жерге? Каналдың атын айтпаңыз бірақ. Стройка салынып жатқан ғой, туған бір ұмытықтан келіп тұрған ол. Сол айтыңыз ғой, сабақ ешқандай қылмаңдар. Жаңа канал қоя беріңіздер, әрбір жерге қоя беріңіздер деп. Соны қойдым ғой, жаңағы жерге
негізі үйдің төбесіне қойдым, бағы қойдым. Демсін үй айналасынан бәрі гүлденіп кетсін, біздің үйдің айналасы күшті болсын деп. Содан сол Құдайдың қақсын сол жылжи бастады ғой, айнасының жазап машиналар келіп, енді сол жерге күшті 3 вагон әкеп адамдар келіп жұмыс жасап жатыр да. Соны мен не ғой, жаңағы өткенде осы тура не болды, айып болды ғой. Сол кезде үйдің көзім жететін жердегі үйлердің бәрінің төбесін қоям ғой. Сөйтіп жаңағыда қоямда жүрген кісілерге жаным ашиды. Қар, жаңбыр демей жұмыс жасап жүр ғой байқұстарға. Ал жаңа зарплатасы кешіктірмей берсе екен осы байқұстарға. Мына далада жүр, суда жүр деп жаным ашиды ғой. Сөйтіп соны тілеп тұрамын ғой жаңағы үйден қарап. Содан соны сөйтіп тұрғанымде кешке жақын сіз маған барлық камер тегін бере салдыңыз ғой. Бонус ретінде. Енді соны Алла не деген күшті Алланың деп та. Мен ана жақта біреулерге тілеп жүрсем екен өзіме мынандай қылып салып еткізіп бәлен сондым. Ақшам қалдым. Мағатай енді өзім есім жия алмай қалдым ғой. Рахмет айта алмай, алғыс айта алмай қалдым ғой. Неше канал береді екен сізге? Алла алдым. Неше канал екен сізде? Не екенін білмеймін. Көп қой енді, көп 30-дан аса емес пе? Менде азық канал бар ғой. Сонша каналды сап еткізіп бірден бере салғанға есім шықты ғой. Рас па не деп жаңағы. Сол Алланың құдіреті шексіз ғой, Алланың құдіреті шексіз. Адам кейде тілім байлап қала жаздады ғой мен. 2-3 күн сөйлей алмай қалдым ғой, білмей. Сондай нәрселер болды. Сіз туралы шамалы айтып кетсем рұқсат па? Айта беріңіз. Бұл Жаңылхан деген кісі маған ең бірінші обучение, осы Астанадан обучение алған тұғын. Бұл кезде енді жұмыстан бұл кісіде қол, аяқ бәрі жара болған ғой, содан жұмыстан шығарып жүрген бұл кісіні. Бұл кісінің өзінде мінезі бар, ана шық деген, шықсам шығам дегенде бір-ақ күнде кетіп қалған ғой. Сөйтіп маған деген, бұлтатем, сөйтіп терапия алған, тегін терапиядан қол аяғына жара кеткен. Бұл кісі Ташкентке дейін бардым дейді ғой, ешкім диагноз қоя алмады дейді, ешқандай дәрігер нете алмады дейді. Сөйтіп бір 4-5 терапиядан ғой деймін, жаңағы несі кеткен, жарасы кеткен. Содан обучение алады, қолында ақшасы шамалы, сол шамалы ақшаға шамалық канал алады, 8 аққа ма сондай ағылады енді. Менде андай не жоқ ше, қаты отырып алмаймын да, қаты отырып алмайды екен деп етін өтірік айтып маған етпеңіз деп мен біліп қоямын, адамның өтірік айтып отқаны ше. Сол бұл кісінің жаңағындай керемет құштарлығына риза болдым да. И вот соны сол берген 7-8 каналменен бұл кісі опухолем дейді ғой. Представляете? Бұл кісіні ең бірінші обучение еткен кезде осыған көмектесесің деді маған. Осымен жұмыс жасайсың дейді. Түйсіктен кейін. Не жұмыс жасаймын осымен? Алып тұрған 8 канал деген ішінде ой келеді ғой. Жарайды, көреміз енді. Уақыт өткенде көреміз. Сөйтіп жүріп, бұл кісі опухольден дейді қызының құлағындағы. Бұл кісі злокачественный деген несі доброкачественныйға айналады канал жіберген кезде. Одан кейін жаңағына сылып алып тастайды дәрігерлер, и сол жерде емдейді, тез жазылады. Қызының асқазанында алма келмей жүреді екен. Бір-ақ сеанспен сол алма келден құтылады қызы. Ұлының аяғын емдейді. Одан қызының миомасын емдейді. Результат па? Айналдырған бір 8 каналмен. Одан кейін офис ашып, бұл кісіге жаңағындай адамдарды емдеуге не бердік. Офис ашып бердім да неттім. Бірақ ол офисте әжіптәуір жұмыс жасады. Әжіптәуір адамды емдеді ол кісі. Бірақ ол адамдар әлі де нетеді екен, келеді екен, ана жерім, ана жерімде. Бірақ қазір ол офисті сатып жіберді, иелері. Сосын қазір ол офисте жоқ. И вот сондай дүние. И өткенде қызында андай жағдай болды. Жаңағы чуть-чуть комаға түсіп қалады, и қызы әжіптәуір немен шықты.
результатпен шықты, жақсы болды. И вот сондай дүниелер болады да бұл кісіде. И сол кісі айтады, мен дейді есіктің алдында, мына инстаграм үшін айтып жатырмын, есіктің алдында бір тоқтап тұрған стройка бар тұғын дейді. Сол жердегі адамдар енді жаңағы нетті дейді. Нет ата. Тоқтап тұрған стройка білесіздер ғой, енді ақырын бір-екі адам істеп жүреді, жаңа жағдайлары жоқ деген сияқты. Соларға жаным ашып, мына стройка жүрсе екен, ақшаларын уақытында алса екен деп, жаңа бізде ақшатын канал бар, соны ашқан ғой бұл кісі. Айтылады үйінің алдында стройка. Жаңа қыстың күні неде слякоть, суық, сондай кезде нетеді ғой. Соның бәрін көріп ашып жүрген ғой. И сол стройка жүріп бастаған дейді. Жақсы екі будка кеп қойып, жаңа стройка жүріп, жақсы гүлденіп жатыр сол жер дейді. Ал керек болса. Жаңағы 8 каналмен істеп жүрген түрі енді арынге. Кеше мен құрбан айтта 4 адамға жаңағы жақсы жұмыс жасап жатқан, өздерін көрсетіп жатқан, бірақ жаңағы канал алуға кішкене мынандай тиын тебенін бүйтіп нете алмай жатқан адамдарға жаңағы бір айлықпен отырады, бір пенсиямен отырады деген сияқты, сондай адамдарға қалған каналдың бәрін тегін берем деген ғой. Сол канал сөйтсем, бұл кісіге где-то 30-дан астам канал беруім керек екен, ол где-то бір әжептәуір суммаға шығып тұр екен. Соны айтады ғой, мен басқаға жақсылық жасап жүрсем, маған аяқтан Алла тағала сіз арқылы берді ғой деп сөйтіп. Бірінші күндері шок болған ғой. Рас па, өтірік па деп бұл кісі чатқа шықпай қалған ғой. Мен айтам, ана жаңылыққа бар ма өзі, нормально ма жағдайы біліңдерші деп қоямын да кураторларға. Вот сондай дүние. Поэтому бұл жерде Алла тағала өзі адам арқылы береді да. И мен бұрын тілегенмін, Аллахым мені алушыдан емес, берушіден етші деп бұрын бала кезімнен етеді. Ана өзі ақшам жоқ, жағдайым жоқ болып жүргенде сөйтіп айтсам, күйеуім айтады, неңді берейін деп жүрсің сен деп. Сөйтіп күлдіреді тұғын, көресің, берем деп сол жылайды тұғын ше. Вот сол дүние енді қарасаңыз, ал енді мынау бірінші күн, бүгінгі сіздердің нелеріңіз, темаларыңыз беру. Беріңіздер. Мейір махаббатты беріңіздер. Үйіп төгіп біреуге бүкіл ақшаңды апарып бер деп айтпайын. Бүкіл сатып отқан затың тегін тарат жүр деп айтпайын. Мейір махаббатты беріңіздер. Көп адамға кигізіп көрсетіп, көп адамның жаңағы қыласына бөленіп солай істеңіздер. Біз жақта жол өте жаман болған, соған канал қойған, енді асфальт төсеп кетті, 20 күн болды. Жаным, кімсіз? Атыңыз жазыңызшы. Вот жол өте жаман болған дейді. Соған канал қойғам дейді. Канал қойған ғой мен шәкіртім. Енді асфальт төсеп кетті, 20 күн болды дейді. Ал қандай дүние, керемет. Тек қана қандай канал екен сондай? Оны Кербаластан сұраңыздар. Айтқан жоқпын ба ол қандай канал екен? Қандай дүние, біреуге көмектесесің, Алла тағала саған көмектеседі. Енді сол жолға қарап, қандай рахаттанып жүресіз, потому что мен канал қойғаннан кейін осындай болып жүресіз. Тамаша, супер. Акиматқа қоя беріңіздер. Ғани Жамал. Жаным Ғани Жамал. Бұл кісі деген деп тағы біреудің историясын айтып кетейін ба, Өскеменнен келген. Бұл кісіде қант 20-26 болған, аяғы варикоздан жүре алмай қалған. Мен үйден шыға алмаймын деген бірінші кезде неткен кезде. Мен бұл кісімен видеозвонокпен сөйлестім, сол кезде мен жылаған тұғым. Аллахым осы кісіге көмектесші деп. Сөйдедім да қоя қойдым. И міне тегін терапияға қатысқан, аяғындағы варикоз кеткен, жүрген. Содан кейін қанты 5-ке түскен. Представляете? И сөйтіп Өскеменнен келіп өзі оқып кетті ғой. Маған келгенде Балдырған ханым қантым 5 дейді. Қант 5 болса нормально емес пе? Неге айтып отыр оны? Сөйтсем 20-26-тан түскен екен қант. Енді қазір істемей жатқан жоқ мына кісі. Бәленбай жыл нетіліп төселмеген асфальт төсетіп жатыр. Біреу менингит. Неше айда түсті екен қантта? Қантта неше айда түсті? 5-6 терапиядан түсті. Менің тегін терапияма қатысып жүрген ғой, сол 5-6 терапиядан түсті. Біреудің ана менингиттен сөйлей алмайған адамды сөйлеткен, сыртынан емдеп. Біреудің басында нандай не болған ғой, жұмыртқа сияқты ісік болған ғой, біреудің басында постоянно өмір бойы сол ісікпен жүрген, соны сыртынан емдеп жарған ғой ісікті. Біреудің баласы күйіп қалған, содан асқынып атқан, бұл кісі 1-2 рет сеанс жасаған, күйіп тез жазған. Сыртынан, бәрін сыртынан істеп отыр. Пожалуйста.
сондай дүние. Поэтому бұл жерде бұл кісі уже 60-тан асып 70-ке жақындаған үлкен кісі. Кеше мен сестраларыма айтып жатсам, ойбай, біз қартайдық қой, сонда 63-те ма, сондай да 64-те ма, сіздермен жасты. Айттым, тәтелер, бізде 70-тен асқан кісілер бар, менің шәкірттерім. 74-те кісілер бар. Не қартайып тастағансыздар өздерің? Просто жалқаулық та. Жалқаулық. Тен істеп берсей. Мен айттым, жарайды, тегін терапияға қатысыңдар, хотя бы. Жоқ, қатыспайды. Оған балдарға барып істеп беру керек. А менің уақытым жоқ, барып істеп беру керек. Вот сондай дүние. Поэтому сұрақ бар ма? Бүгінгі тақырып бойынша сұрақ бар ма? Қазір аяқтаймыз. Хутта Надежданы алатын менің шәкірттерім қалады. Қалғандарыңыз шығасыздар. Хутта Надежданы алатын менің шәкірттерім осы зумға кіресіздер, қалғандарыңыз шығасыздар. Сұрақ бар ма? Так, былай. Жақсы, онда былай істейміз. Қазір бәрін сөндіремін. Маған сөндірді, қайтадан жібер деп жатыр. Балдырған ханым, мен сетевой компанияға келіп едім, командамын партнер шақыра алмай жүрмін, 2 ай болды дейді. Гүлназия, келіңіз обучениеға. Сетевиктер, келіңіз обучениеға. Өзіңіз тазарған кезде адамдар кәдімгідей немен тұрады. Сетевой компанияға адам не үшін келеді? Тазару, өмірін жақсартамын деп келеді да. Позитивті ортада жүрем, өмірім жақсартамын, ақша табамын деп келеді. Вот солай келсеңіз, келіңіз обучение алыңыз. Каналдармен біраз дүние жасайсыз. Мен сізге айта аламын. Мен де қолымды бұға күйдіріп алған, бірден канал аштым, күлдіремей 2 күнде тәуір болып кетті. Вот сондай. Гүлназия, қай қаладансыз? Қай қаладансыз? Номеріңіз жазыңызшы. Номеріңіз жазыңыз, қай қаладансыз? Келесі обучение қашан болады дейді. Қай қала? Ауылдық жерде тұрамын дейді. Енді қай жақта ауылдық жерде? Қай жақта енді? Ауылдық жерде адам жазылмайды ғой, жаным ғой, ауылдық жерде. Инстаграмға шығыңыз. Қармақшы ауданы. Қызылорда, Шымкент жоқ қой, Суббота күнгі болатын мастер-классқа келіңіз. Сосын кейін Шымкентте обучение болған кезде келіңіз. Обучение келіңіз, обучение алыңыз. Номер жазыңыз. Сетевиктер жақсы көтеріп кетесіздер. Мына басты тазарту керек, полияны тазарту керек. Хутта Надежда қалай дейді. Хутта Надежда бұл отношениеға ашылады. Оны мен бәркіл жалпылама ашпаймын, оны көтеріп алатын адамдарға ғана ашамын. Өзім шәкірттеріме 20 адамға ашайын деп жатыр. Қазір басталады осы сіздердің. Астанада көреміз. Зумда болады? Осы зумда болады қазір. Зумда болады, аха. Қармақшы қалай. Бірақ қойсам болады ма? Ая. Мен үлкен 3 жылдан бері академияда жүріп, бүкіл әлемдік сананы сілкінту академиясында. Адамдарға махаббат мейірім ойлату арқылы санасын оятатын қарапайым методикаларды арқылы адамдарға осындай сабақтар бар, қарапайым видео зум арқылы. Сұрақ. Жаңа сұрақ, сол компанияға адамдарды партнерлар шақыра алмай жатырмын. Адамдарға қанша адамдарға айтамын осындай, уақытымды бөліп осындай. Іште зат сатылмайды, бұл жерде тек махаббат пен мейірім ояту керек әр адамға. Соны қанша адам айтады, қабылдайды, күшті екен дейді, бірақ Сетевая компания ғой. Зум өткізеді. Сетевая компания ғой. Жоқ, сетевой емес, бұл индустрия. Бүкіл әлемдік академия дейді, енді индустрия жаңадан ашылып жатқан. Иә, сетевая компанияның элементтері бар. Сіз әкелген адамнан процент аласыз ба? Жоқ. Не үшін шақырасыз сонда? Не үшін шақырасыз сонда? Адам шақырасыз. Адамдар санасын ояту арқылы осы махаббат мейірім ояту қарапайым методиканы өзіміздің ішімізде екен. Барлық нәрсе ішімізде. Жай кіре ма, оған ақшамен кіре ма? Ересек педагогикасы. Бұл жерде жаңа интеллект тренер мамандығын аламыз. Мен интеллект тренермін. Жоғары категория.
Сетевойдың несі ғой, маған ештеңе түспейді деп жасырып отырсыз ғой. Егер түспейтін болса, жоқ түсіне түседі маған тіл келген адамдар енді сол ғой, енді сетевой ғой. Ол сетевойдың жаңа түрі, мен сіздерге айтайын, сетевойдан адамдар шаршаған ше. Сетевойдың жаңа түрін ойлап тапқан. шаршаған ғой. Иә. Поэтому жай құрғақ сөзден тоже шаршаған, мен сіздерге айтайын. Үйту керек, бүйту керек, сөйту керек деп әңгімені соғып атсаң түк те естітпейді. Сіздерде мықты инструмент болу керек, как космоэнергетика сияқты. Ауруды былай істейсің, мына жаман нәрсені үйтесің. 10 жерде мына ойыңды бүйтіп анау жақсы, мынау күшті, ойбай, мейірім, махаббатпен. Аяғың шіріп жатса, зачем саған мейірім, махаббат керек? Мынаның бәрін тазартып, поленің бәрін тазартып, содан кейін барып жаңағыдай не жасау керек та. Вот сондай бір инструмент керек ше. Сетевойлар қазір былай айтады, сөзбен бетеді, ойбай, сен сондай боласың. Но на самом деле түбі ақша табу болып тұр да, процент табу болып тұр да. Вот содан қашады. Көбісі, мен сізге айтайын, осы жерде отырған адамдар микрофонды қосып, сөйлеуге ерініп отырған адамдар сізге барып ана жерде бүйтіп интеллектуальный бір бәле болып кетпейді. Түсінсіз, оның өзінің адамы болады. Оның өзінің адамы болады, соған нететін адам болады. Поэтому оған мынандай сен сөйтесің, мынаны бүйтесің, ананы сөйтесің дегенге уже шаршаған адамдар ғой. Түсінсіз ба? Поэтому бұл жерде мен сіздерге айтамын, менің шәкірттерім, кеше мен ұстазбен сөйлесіп отырмын. Сонда бедейді маған. Маған емес, бәрімізге айтып отыр. Космоэнергетика бұл женский род дейді. Женский род дейді. Ол қызғаншақ дейді. Сен басқа бірдеңені қосасың ба, сен лақтырып жібереді бұл поледан дейді. Так что байқаңдар дейді. Түсінсіз ба? Почему у вас не идет? Почему у вас не идет? Потому что бірдеңеге бұлықтырып отырсыздар. Почему вот емнен жаңағыда қиын результат болып жатыр? Бірдеңеге бұлықтырып отырсыздар. Вот поэтому. Түсінсіз ба? Поэтому жаңағы анау, мынау дегенді пока қоя тұрып, осыны жүргізіп алыңыздар. Бүкілін игеріп алыңыздар. Потом уже ақырындап өзіңнің жұмысыңды бастап кетесің. Түсінесіздер ма? Ананы бүйтіп космоэнергетикамен нетіп отырып, ананы сетевойға мен қарсы емеспін, бірақ ол сетевойдың құнын кетіріп тастағанда бізде Қазақстанда. Енді ол сетевой продукция жүрмегеннен кейін осындай бір жаңағындай сөзбен нетуге шыққан. Тоже дұрыс емес деп ойлаймын. Психологтардан да шаршады уже. Мен де мыжырып психологияны айтып отырсам, жетеді ғой, ана Айнұр Тұрсынбаева айтты ғой біз кезінде деп, 5000 теңгеден. Соның несін тыңдадық қой деп айтатындар бар. Бұл жерде кілең, жаңағы мен не істейміз, кілең жаңағы керекті инструментті береміз. Керекті инструментті беру керек та. Түсінесіз ба? Мен сосын кейін сіз өзіңіз сияқты адам келеді. Өзіңіз сияқты адам келеді. Қай жерге болса да. Түсіндік па? Бірдеңеден результат шығару үшін сол нәрсе концентрация кету керек. Бітті. Сол кезде результат шығатын естерге айтайын. Фигара там, фигара здесь болып жүрсең шықпайды. Рас айтамын. Так, қазір мен тоқтатамын. Зумды, я, Инстаграмды тоқтатамын. Қазір енді өзімнің шәкірттеріме қоттан надежданы жасаймын. Так, Гүлнар, күшейту өзімізге байланысты ғой. Конечно, күшейту өздеріңізге байланысты. Денсаулықты күшейту өздеріңізге байланысты. Яғни тазару керек, Гүлнар. Гүлнар, менің шәкіртім болмасаңыз, маған обучениеге келіңіз, мастер-классқа келіңіз, көресіз қандай нәрсе болатынын. Түсінесіз ба? Жақсы, аман болыңыздар. Қазір қайтадан зум жіберем. Қоттан надежда алатын кісілер. Хорошо? Так. Енді сіздерге задание, қазір айтайыншы мына жерде. Айтуды ұмытып кеттім ғой. Гүлнар, ана чаттарға жазшы. Енді задание. Бүгін күні бойы қалай жүрді? Осы цитатаны қалай пайдаланды? Қалай пайдаланды? Соны нетіңіздер. Айтсын, жарай ма?
қандай результаттар болды, соны айтсын. Рахима ханым, сіз кері байланыс чатына шәкірттерге де сөйтіп жазыңыздар, жарай ма? Бүгін күні бойы қалай пайдаланып жатыр, соны айтсын. И жаңағы осы міне неден, терапиядан қандай инсайт алды, соны нетіңіздер, қандай түсінік келді, сұраңыздар. Так, кеттік. Жақсы, я келемін. Гүлнар, номер жазыңызшы, Ризабековна, номер жазыңыз. Хутта Надежда терапиясына 50 мың теңге қазір төлесеңіз, қазір менің шәкірттермен қатысасыз. Тура қазір басталайын деп жатыр. Балдырған ханым сеанс болған дейді. Гүлнар, қай қаладансың? Балой дейді. Не ол балой? Зайсан деген қай жақ еді? Семей жақ қой, Номеріңізге менеджерлар шығады, жарай ма? Менің қыздарым шығады. Так, жұма қыз кіммен сөйлесіп жүрсе, сол кісіге шықсаңыз болады. Сол кісіге шықсаңыз болады. Ана, Алуа мен Жанарды оятып жіберіңіздерші звондап. Хутта Надежда басталайын деп отыр. Еркет отайды. Жақсы аман болыңыздар.